Армысыз YouTube көрермен, сіздермен халық емі арнасы. Кейбір адамдарға қараймыз да таң қаламыз, қалай жас көрініп жүреді деп. Түріне қарап тұрып, 30 жас дей берсең 40-та болып шығады. Ал кейбір адамдар керісінше уақытынан ерте қартайып кетеді. 40 жаста деп ойласаң 30-да болып шығады. Мұның сыры әрине біздің күнделікті ішіп жеген тамағымызға байланысты екен. Не ішеміз, не жейміз, көбіне соған байланысты қартайып немесе жасарады екенбіз. Бұл видеода біз қартаюды тежеп, адамды жасартатын 6 түрлі өнім жайлы айтатын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыз, бәлкім сіз білмейтін ақпарат болып қалар. Айтпақшы достар, біздің еңбекті бағалап, арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіз үшін болмашы әрекет біз үшін өте маңызды. Ендеше бастайық. Құрамында жасартатын әсері бар алғашқы өнім ол қызанақ. Қызанақтың құрамында ликопин және каротиноид деген органикалық пигменттер бар. Осы ликопиннің арқасында қызанақтың түсі қызыл болады, және ликопин қызанаққа күн сәулесінің шамадан тыс әсер етуінен қорғайды. Яғни біз қызанақты жейтін болсақ, құрамындағы ликопин біздің терімізді күн сәулесінен қорғайтын болады. Қызанақты біз шикідей және піскен күйінде жесек болады. Тіпті өңдеуден өткен қызанақтың құрамындағы ликопиннің сіңімділігі жоғары болады. Ликопин біздің терімізге жақсы әсер етіп қана қоймай, қан тамырларымызды нығайтып, қан құрамындағы холестерин деңгейін төмендететін де қасиеті бар. Мұны бір күнде қанша жеген дұрыс? Ғалымдардың айтуынша, бір күндік ликопин нормасы 22 мг. Бұл шамамен 2 ас қасық томат соусымен тең. Алайда таза томат соусын кетчуппен немесе банкадағы томат пастасымен шатастыруға болмайды. Себебі бұлардың құрамында қызанақтан басқа да қоспалар болады. Және 1 килограммда бар болғаны 50 мг ғана ликопин болады. Тағы да басқа қандай өнімдер құрамында ликопин бар? Итмұрын, қарбыз, гуава, папайя, гринфрут және құрма. Осы аталған өнімдер құрамындағы ликопин қызанақтың құрамындағы ликопиннен кем емес. Мәселен, қарбыздың құрамындағы ликопин мөлшері қызанақтан 1,5 есеге көп. Аталған өнімдердің ішінде құрамында ликопин ең көп, ол итмұрын. Алайда итмұрынның 100 грамм тұтынудың өзі біздің ағзамыз үшін өте қауіпті. Ал гуава және папайя сияқты жемістер біздің елде жоқтың қасы десе де болады. Сондықтан қарбыз, гринфрут және құрма секілді құрамы ликопинге бай өнімдерді жиі тұтынып, өз-өзіңізді жасартып жүріңіз. Адамды жасартатын келесі өнімдер майлы балық еті. Мәселен, ақсерке, майшабақ, скумбрия деп аталатын балық түрлері. Бұл балықтардың құрамында омега-3 витамині және диметил аминоэтанол деп аталатын дәрумендер бар. Көптеген жылдар бойы зерттеулердің нәтижесінде осы майлы балық етін көп тұтынғандардың жасаратындығы дәлелденіп отыр. Және бетке әжім түспей, тері жақсы қалпында сақталатыны да дәлелденген. Омега-3 витамині адамды жасартып қана қоймай, адамның жүрек қан тамырлары жүйесіне, орталық жүйке жүйесіне, тырнақтарымыз бен шаштарымызға, жалпы иммунитетімізге өте жақсы әсер етеді. Бұны ересек адамдарға аптасына шамамен 400 грамм тұтынған жеткілікті. Омега-3 демекші, басқа да адамның қартаюын тежейтін витаминдер жайлы айтпай кеткеніміз дұрыс болмас. Адамның терісіне жақсы әсер ететін витаминдер олар С витамині, А витамині, В6 және Е витаминдері. Бұл витаминдерді көптеген өнімдерден алсақ болады. Мысалға, С витаминін кивиден алуға болады. С витамині деген бір күндік қажеттілікті қанағаттандыру үшін сізге бір кивидің жартысы да жеткілікті. А витамині сәбіздің құрамында өте көп. Күніне бар болғаны 50 грамм жеп тұрсаңыз болғаны. Е витамині күнбағыс майында бар. Алайда күнбағыс майын жиі тұтыну ұсынылмағандықтан, оның орнына фундук немесе бадам жаңғақтарын тұтынғаныңыз дұрыс. Әрі денсаулығыңызға пайдалы, әрі жасаруыңызға көмегін тигізеді. Ал В6 витамині болса, фисташки және күнбағыс тұқымдарында кездеседі. Яғни шемішке шағып тұрыңыз. Осы аталған өнімдерді күнделікті тұтынатын тағамдарыңыздың қатарына қосатын болсаңыз, теріңіз жас қалпында сақталып, әлде қайда жас көрініп жүретін боласыз. Келесі өнім ол ақжелкен, орысша айтқанда петрушка. Ақжелкеннің құрамында С витамині, каротиноидтар және хлорофилл өте көп. Сонымен қатар оның құрамында глутатион деп аталатын зат бар. Бұл зат адамға жасартатын әсер береді.
ақ желкенді шамамен 40 грамм мөлшерде аптасына 2-3 рет тұтынсаңыз болады. Немесе салатқа қосып жесеңіз де болады, тіпті смузи жасап ішсеңіз де болады. Және соңғы айтатын өнім ол асқабақ дәні. Оның құрамында мырыш көп. Ал мырыш өз кезегінде адам ағзасына енген кезде жасартатын қабілеті бар. Егер адам организміне мырыш жетіспейтін болса, адамның шашы түседі, бетке безеу қаптайды. Сондай-ақ мырыш тапшылығы ойлау қабілетіне, көзге, ас қорыту мүшелерінің жұмысына кері әсерін тигізеді. Сонымен достар, қартаюды тежеп, жас қалпыңызды сақтайтын өнімдер жайлы ақпарат сіздерге пайдалы болды деп үміттенемін. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарийға осы өнімдердің қайсысын қолданып жүрсіз жаза кетіңіз. Және де жақындарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік.